Сәлем достар, қош келдіңіздер Барс Эстейт парақшасына. Қараңыздаршы, не деген тамаша аулада жүрміз. Көршінің үйінде ремонт болып жатыр еді, бізбен жағаласып қоймайды бұларды. Қараңыздар, осындай тамаша территорияда жүрміз. Бұл достар Шымкент қаласы Нұртас мөлтек ауданынан 10 соттық жерімен керемет 500 шаршы метрден тұратын екі этажды тамаша дизайндегі өте үлкен үйіміз достар сатылымға шығып тұр. Мінекей қараңыздар, қазір сіздерге осының толық обзорын көрсетуге тырысамыз достар. Ал үйге келетін болсақ, сырты толық натуральный травертинмен қапталған, цоколь гранитный, және де мән береміз достар, брусчаткамызда гранитпен жасалынған. Қараңыздар, үйге келетін болсақ, полностью мінекей освещение дайын тұр. Забордың бойында да полностью освещениеміз жасалынған. Тамаша стильдегі қараңыздар, бастырмамыз. Бұл бастырмамыздың іші де толық травертинмен стилінген. Тамаша ішінде подсветкамыз бар. Кешке қарай түсіретін болсақ, бұл видео обзор. Кешке қарай дворымыз жайнап тұратын осындай керемет үй бұл достар. 10 соттық жер, 500 шаршы метрден тұратын үйіміз, және де өте үлкен жазға ас бөлмеміз. Жаныңа не керек бәрі бар. Зона барбекю, керемет терраса, автоматты қақпамыз бар достар. Көше асфальттанған, қазіргі ең модный, трендовый районымызда достар, осындай тамаша үйіміз сатылымға шығып тұр. Ал сіздер дайын болсаңыздар, қазір үйдің ішін обзорын көрсетеміз. Дайындалып отыра беріңіздер. Обзор өте қызық болады. Толық обзор жасаймыз. Келіңіздер мінекей. Мұнда зона барбекю. Мені қараңыздаршы, не деген зона барбекю. Екі бірдей қазанымыз бар. Мынау зона барбекю, шашлычная. Бұл жерде суымыз, барлық коммуникация өткен, және керемет террасамыз бар. Қараңыздар, не деген тамаша терраса. Бұны енді айта алмаймын кереметін, үйдің ішінен көрсететін боламыз, ас бөлмеден шығып кетеміз. Қазір кеттік достар, үйге барайық. Жүріңіздер, үйдің ішін обзорын жасап жіберейік. Сделаем полный обзор. Мінекей, қош келдіңіздер, кіріңіздер мінекей үйімізге. Қараңыздаршы, тамаша сырты қандай ғажайып болса, іші де сондай. Мінекей, тамаша дизайндегі үйіміз. Қош келдіңіздер үйге, келіңіздер достар. Мінекей, просторный прихожа, встроенный гардеробный істеуге болады мұнда достар. Мінекей, мұнда келетін болсақ, тамаша, кең, просторный оң беткейімізде холл достар. Мінекей, холлымыз. Мынау лестница екінші этажға шығып кететін, дыбыс бермейтін, өте мықты сападағы жасалынған лестницамыз достар. Кеттік, мені ас бөлмені көре кетейік. Мынау жаңағы көрсетеміз деген фишкамыз. Мынау ас бөлме. Қараңыздар, аулаға шығып тұрады. Мына жерден встроенный мебель қойылады. Мынау терезелердің качествосын айта алмаймын. Мынау не деген качество, қараңыздар. Шикарное качество. Бұл ашылып жабылуының өзі өте, мынау қараңыздар, звугын көрдіңіздер ме? Өте мықты. Және бұндай ас бөлме қай жерде көрдіңіздер? Целый бөлме. Ал мінекей достар, келіңіздер, міне не деген кең терраса. Жаңа айта кеттік қой, террасаны көрсетеміз деп, мұнда столда отырсаңыздар, мерде көрпе төсек жайып, рахаттанып, отбасыңызбен демалатын жер. Ал кеттік, әрі қарай обзорымызды жасаймыз. Мінекей, қараңыздаршы. Жүріңіздер, сіздерге быстрый обзор көрсетеміз, толық обзор жасаймыз достар. Мінекей, кіреберістен тіке өтетін болсақ, бұл зал.
Екі бірдей терезесімен потолоктың биіктіктерін көріп тұрсыздар. Өте биік потолоктар. Ол, может, видеоға не передается, потолоктарымыз өте биік. Және достар, мән береміз, бұл үй екі қышпен соғылған. Сондықтан да бұл жерде без кондиционера үйде жазда жаурайсыздар. Өте салқын, керемет. Мінекей, бірінші этажда және бір жатын бөлмеміз бар, достар. Қараңыздар. Кең, просторный. Қонақ бөлме жасасақ болады, үлкен кісілерге жатын бөлме істесек болады. Және де мынау бірінші этаждың сан торабы. Қазір кішкене жұмыстар жасалып жатыр, бітуге кішкене қалды. Осымен жүріңіздер, екінші этажға көтерілейік, достар. Мінекей, достар, екінші этажға көтерілеміз. Екінші этажымызда осындай керемет, тамаша. Жүріңіздер, мынау керемет үлкен мастер спальнямыздан бастайықшы, достар. Аулаға қарап тұрады. Мінекей, өте осындай просторный жатын бөлме. Бұл жиһаз қалады. Бұл үй жаңа үй, ешкім тұрмаған. Енді жиһаздалып жатыр. Мынау өзінің жеке сан торабы. Мынау екінші мастер спальнямыз. Мінекей, мынау жеке сан торап. Және де қараңыздаршы, не деген кең, мынандай просторный гардеробный. Және де достар, бұл жерде керемет террасамыз бар. Террасамызды бетіп немен жауып қойып, ашып қоюға да болады, қараңыздар. Барлық жағдайын жасап қойған. Мінекей, осындай тамаша террасамыз. Есіктер, айта кеттік, өте мықты. Мінекей, екі мастер спальня бар. Екінші этажда екі бірдей мастер спальня. Мына екі детскийға арналған бөлек сан торап. Қараңыздар, ішін көріңіздер, қандай әдемі етіп жасалынған. Және мінекей, мынаны қалай детский деп айтасын? Бұл детский десек, мінекей, өте кең бөлме. Мұнда гардеробный жасайсыздар. Қараңыздар, шодан бөлек өте жарық әдемі бөлме, просторный. Және мынау достар, төртінші бөлмеміз. Тура соның зеркалкасы өте кең, тамаша, мінекей, выемкасымен. Бұл жерге гардеробный жасауға болады, достар. Мінекей, қараңыздар, өте просторный, осындай керемет үйіміз, достар. Ал осымен толық обзорымызды бітірдік, достар. Баршаңыз үйлі болыңыздар, баршаңызға осы жылы үйлер жұғысты болсын. Егер сіздерге ұнап жатса, осы үй төмендегі нөмерлерге хабарласып толық мәлімет алуға болады. Лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаймыз, достар. Келесі кездескенше аман есен жүре беріңіздер.